Енді мен сіздерге трафиктер мен реклама шығарып көрсетемін. Жаңағыдай тура создать басамыз, трафиктерін таңдаймыз, продолжить. Вручную деген таңдаймыз всегда, продолжить. Сосын міне жаңағыдай атауын жазып қойсаңыздар болады. Мен тоже жаңағыдай арес графикке шығарып көрсетейін сіздерге. Атауын жазып қоясыздар, сосын міне астыға қарай өтеміз. Енді сіздерге бюджет компания аренжить, яғни оптимизация бюджет компания бөлімімен шығарып көрсетейін. Күніне мысалы $20 емес, мен $10 қойғым келіп тұр. $10 деп жазасыздар міне. Сосын далее басып өтеміз. Мен енді сіздерге инстаграмға шығарып көрсетейін, дайректке. WhatsAppқа жаңа шығарып көрсеттім, енді инстаграмды көрсетейін. Мына жерде бізде, мына жерде ештеңе тиіспейміз. Мына жерде максимальный число кликов деген жерге біз клик емес, переписка деген таңдайтын боламыз. Сонда бізге нақты жазатын адамдарды алып келеді Facebook. Астыға қарай өтеміз. Жаңағыдай міне аудитория бөліміне келгенде переключиться басамыз, использовать исходный аудиториядан басамыз. Сосын міне жаңағы біздің сақтап қойған аудиториямызды осы жерден жазсақ болады. Немесе жаңа мен алдыңғыда көрсеткендей тура новыйдан создать етсеңіздер болады. Детальный таргетинг барлығын. Место размещения бөліміне өтіп, редактировать басамыз. Міне вручную дегенді таңдаймыз. И мына жерде барлығына галочканы алып тастап Instagram қалдырамыз. Далее басып өтеміз уже үшінші бөлімге. Осы жерде міне жаңағыдай название атауын жазып қойсаңыздар болады. Бірінші баннер, екінші баннер деп. Өз еркілеріңіз міне. Настроить креатив деген басамыз. Міне изображение. Сіздерге енді изображение емес, мен видео шығарып көрсетейін. Так, міне настроить, видео реклама, загрузить. Не уже бізде видеолар шығады. Менің жасап қойған видеом. Арес графикке арналған. Не болса загрузка болады. Видео енді жаңа айтқандай ұзақ загрузка болады. Кішкене күтесіздер. Загрузка болғаннан кейін міне осылай шығады. Обработка болып бізде. Мынау менің алдын реклама шығарған видеоларым барлығы осылай шығып тұрады. Сіздерде басқада шықпайды. Далее басамыз. Осы жерде міне қараңыз. Исходный дегенде тұра берсін. Ешнәрсеге тиіспейміз. Далее. Основной текст жаңағыдай жазып қойсаңыздар болады. Арест чесіп графикке қойып беремін деп. Мен енді подробнее бас деп қоя салайын. Подробнее деген тұрады осы жерде. Далее. Жаңағыдай мен галочканы қойып, қайтадан алып тастаймын. Сол кезде ешқандай қателік шықпайды. Готово басамыз. Сосын уже біз астыға қарай өтеміз. Міне шаблон сообщение. Бұл енді Инстаграмның шаблоны. Дайректке келеді адамдар. Соны мен сіздерге дұрыстап көрсетейін. Текст деген міне біздің клиентке баратын сообщениеміз. Жаңағы айтқандай. Сәлеметсіз бе? Мына жерде клиентке көрініп тұратын сообщение. Арест шешкіңіз келсе, бір санын жіберіңіз, немесе маған толық ақпарат алыңыз деп жазып қойсаңыздар болады. Толық ақпарат ал деп. Мына жерде мынаны таңдап смайлик қойсаңыздар болады. Көрдіңіздер ме? Былай көрініп тұрады. Енді мына жерде біз вопрос мынаны өшіріп тастаймыз. Екінші, үшінші вопрос бізге біреу қана керек. Мынаны өшіріп тастаймыз. Сосын міне біздің клиентке барады. Клиенттің бізге жазатын сообщениесі бұл. Осы жерге міне толық ақпарат аламын. Жазамыз міне. Міне автоматически мына жерге ответ жазсақ болады. Бізден бұл енді ответ жазу маңызды емес, өйткені біз өзіміз жазамыз клиентке. Сол үшін сохранить дейміз міне. Бітті. Осымен осылай біздің рекламамызды шығара береміз. Опубликовать батырмасын басып, жаңағыдай айтқандай міне. Бірнеше видео салатын болсаңыздар, дублировать басып, мына жерге қанша видео қосасыздар, соның санын жазасыздар. Азайтатын болсаңыздар, міне азайтып, дублировать деген басамыз.
міне жаңағыдай өтіп мына жерден жаңа салған немізді видеомызды удалить етіп тастап новыйдан видео создать етеміз тағы да. Міне осылай салып көрсетейін сіздерге. Далее басамыз. Далее. Готово. Все. Бізде уже жаңағы видеомыз шаблонымен бірге барлығы дайын тұр. Все. Енді опубликовать батырмасын басып сала береміз рекламаны жаңағыдай тура. Егер сіздерде қандай да бір ошибка шықса, мына жерде міне. Осы жерде X, мына жерде мынау. Мынау бұл жай ғана бізге ескертпе. Егер бұл қызыл белгімен шықса, бұл ошибка болады, уже бізде рекламамыз дұрыс алынбай жатыр дейді. Проверка батырмасын басып, мына жерден көріп алсаңыздар болады, барлығы дұрыс па, жоқ па. Осылай опубликовать батырмасын басып рекламаны шығара бересіздер. Осымен біздің трафик сабағымен реклама шығаруымыз аяқталды. Келесі сабақта сіздерге AdSense-тің ішімен, яғни рекламаның результатын қалай көреміз, сол жайлы түсіндіретін боламын.